Сәлем достар, сіздермен осындай қарапайым рецептпен, құрамы арзан, пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Жұмыртқасыз, қаймақсыз жасалады. Өте керемет, күшті болып шығады. Жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге 70 грамм сұйық май керек болады. Иісі жоқ. 150 грамм шекер. Бірінші сүтті құйып, содан соң шекер салсаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. 70 грамм сүт құямыз. 3,2%-ін алдым мен. Осылай шайқай бересіздер. Бұлғап бір жер жақсы, бізде миксерсіз. Алдын ала 300 грамм ұнымызға алып, бір шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай араластырып аламыз. Електен өткіземіз ұнымызды. Жай-жайдан салып араластырып тұрасыздар. Жаймендеп. Мен мына жерде 130 грамм бөлме температурасындағы суды алып, осылай жақсылап араластырдым. Өйткені көріп тұрғандарыңыздай бізде қою масса болды. 130 грамм суымызды құямыз. Қарайсыздар, тағы да осылай қатты қою болып жатса, 30 грамм, 20 грамм қарап тұрып жайлап қосасыздар. Бірден қосып жібермеңіздер. Тағы да 30 грамм қосымша сүт құйдым. Көріп тұрғандарыңыздай бізде қатты қою масса болды. Қатты шайқауға келмей жатса, тағы да қосып жіберсеңіздер болады. Негізі алдын ала 170 градуста пешімізді қыздырып аламыз. Осындай формаға құямыз. Мендегі форма ирек форма болғасын асты алынады. 26-лық, 24-лік кальцияға да құйсаңыздар болады. 22-24-пен. Осылай бетін тегістеп аламыз да. 170 градуста 30-35 минутта пісіріп аласыздар. Кейбір пештер қызымайды, бір жағы алмастырып тұрасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бізде керемет күшті пирог болып шықты. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызға жасап берсеңіздер өте керемет ас болсын. Сау болыңыздар.